Қазақ айтады ғой, астымдағы атымды алтай іздедім деп. Мен Асқар Әтемқұлов, осы Сарыағаш қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасымын. Мына Аян сауықтыру кешеніне, емханасына осыдан 8 күн бұрын келгем. Себебі менде ауру пайда болды, иығым және белім ауыратын. Бел былтырдан неше жылдан бері ауырып жүрген, келіп түстім. Анализ тапсырды қалдым Жұлдыз деген қызға. Одан кейін Аязгүл деген апайға барып, анализдің қорытындысы бойынша біз емханаға түстік. Емханада қазір мен ем беріп шықтым. Әсіресе бұнда басқа жақпен салыстырғанда жоқ ем, ол құммен емдеу. Ыстық құммен емдейді екен, 10 минут демалады, кейін артына жылы сумен шайып тастайды құмдардың барлығын. Өте жақсы. Мұнда және саз балшық бар, парафиндер бар, кәдімгі басқа жақта бар ғой оларда енді. Бірақ бұл жердің несі ең артықшылығы сол құм. Құмның сол әсерлі. Қазір 2 күннен кейін менде бел ауруым кетті. Ал иығым ауырғаны қазір енді тіпті білінбейді да. Осы бүгін 8-ші күн емделіп шығайын деп жатырмын. Енді барлықтарыңызды осы. Бұл енді негізі қазақ айтады ғой, астымдағы атымды алтай іздедім деп. Бұл осы жерде емхананың бар екенін мен білмеппін. Мысалы, бұл өзіміздің Сарыағаш қаласы темір жол станциясының қасында орналасқан Аян деген сауықтыру кешені. Емдеу сауықтыру кешені жазып қойған Аян деп. Осыны келіп емдесеңіздер болады. Өте жақсы емі.